Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін Алихан. Достар, бүгін біз Майнкрафттан выживание бастайтын боламыз. Енді мен экстрпдан бір айға немесе 2 айдан кейін бірақ барам, егер сіздер түсір десеңіздер. Әзірше мен экстрпға вообще түсірмеймін, вообще ойнап та жүрген жоқпын. Енді мен Майнкрафт жаздып алдым. 1.16 деген версия. Ең жаңа емес, бірақ та өзіме ұнайтын осы версия. Енді әрине кіре салысымен біз ағаш жинауды бастаймыз. Бұның қараңыздар, настройкасында сложность средний нормальныйға қойдым. Басында енді осыдан бастайық. Қатты оңай емес, қатты қиын емес. Золотая середина, короче. Достар, егер де сіздерге осылай Майнкрафттан выживание ұнап жатса, әрине лайк басып, арнама тіркеліп, қызыл подписка дейтінді сұрғылып қойыңыздар. Мен аламай отырмын ғой. Сіздер солай маған видео түсіруге мотивация бересіздер. Одан әрі мен егер де мен түсіре алып жатсам, мен енді аптасына бір 3 видео шығаруға немесе 2 видео шығаруға тырысатын боламын. Мен негізі аптасына бір-ақ видео шығарып жүрмін. Әр жексенбі күні. Не сенбі, не жексенбі күні. Аптасына бір-ақ видео шығарып жүрмін. Енді ол қатені түзеп, енді сіздердің лайк басуларыңызға, подписка еттеріңізге байланысты мен жиі видео шығаруға тырысатын боламын. Әрине. Айландырып қойық. Так, бірден верстак жасайық. Верстакты қойық. Палка керек. 20 палка жетеді. 20 палка кейін, так. Бізге резко не жасау керек? Кирка жасау керек. Қазір бір көмір бір тас табу керек. Бірінші очередь. Соңын ана жерлерден қарап аламын. Ана жерден тасты аламын. И бір жерден көмір табу керек. Немесе көмірді былай-ақ жасай саламын. Қазір бір стак тастай не істеу керек. Немесе мынау кирка сынғанша істей тұрайық. Достар, әрине сіздерге ұнап жатса лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен жинай тұрайын, сосын кездесеміз. Мен паузаға қоямын съемканы. Достар, мен қайттан келдім. 32 тал әзірге жетеді деген ойдамын, әрине. Так, бірден біз деген инструменттер жасап аламыз, мысалы топор, тағы да. Так, күрек керек. Және де кирка жасай салайық. Керек болар. Тағы не деуші еді? Мынаны қайтып қойдым. Мотыга, ё-моё. Есіме түспей қойды ғой. Енді қылыш жасап жіберейік, бір қылыш жедер. Кеттік, енді ары қарай жолға шығайық. Бізге енді ағаш жинай беру керек. Мұндай ағаштан жинайық. Осындайдан үйім кішкене әдемірек болар. Или ағаштан жасаймыз ба? Ағаштан жасаған дұрыс деп ойлаймын өзім. Бірақ та тастан жасасаң, зато крейпер бірдемеге мешет етіп атса, бірден ол жарылса, ол ағашқа түк болмайды, ары кетсе кішкене кетуі мүмкін. Бірақ та үйтіп саған, егер үйінің ішінде болсаң, саған зиян тимейді. Мынандай ағашта бізге артық болмайды. Достар, егер де маған осы Майнкрафттың осы выживанияны жалғастыр десеңіздер, лайк басып, арнама тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны. Сіздер әр лайк басқан сайын мен видео түсіруге мотивация аламын. Одан әрі
көп видео шығарып, одан әрі сапалы видео шығаруға, одан әрі ұзақ немесе ондай сондай жақсы сіздерге көру қызықты болатындай видеолар шығаруға тырысамын. Әрине достар, мен бұның бәрін сіздер үшін енді өзімше де ойнаған қызық осылай выживать етіп, бірақ енді сіздер де осылай қарасын деп түсіремін. Сіздің лайкыңыз артық болмайды маған, одан әрі маған көмек көрсеткендей. Дейсіп ағаштар кішкене жинай берейік. Уже бір 2 стак ағаш шығады, мынадан блок 2 стак шығып қалады. Қарап жіберейік. Так, 2 стакқа жетпейді. Мынадан енді үй салу керек. Әйелдерді кішкене тазалап, тегістеп үй салып жіберсем болады. Бір тегіс жер болса жақсы болар еді. Теп-тегіс. Мен бір тегіс жер іздегенше мен видеодан үзіле тұрамын. Достар, осындай жерлерден үзу жер жоқ, енді бұдан күрекпен қазып түзеулеуге тура келеді. Достар, тағы да мен қандай ойын түсірген қалса, егер Nextserp түсір деп подписчиктарым жазып жатса комментарийға, мен әрине Nextserp'ны қайттан түсіремін. Мен Nextserp'ны уже удалить қойдым, бірақ қайттан аккаунтыма кіре саламын. Оның қиыншылығы жоқ. Мен Nextserp түсіргенде мен видеоларым ондай активный болмадыңыздар, және де Nextserp'дан уже қызық емес болып кетті, себебі подписчиктар қазақтар аз болғасын. Ал мынау Майнкрафт енді бәрі білетін ойын, көпшілік білетін ойын, көпшілік ойнайтын ойын, бәріне қызық болады деген ойдамын. Сондықтан Майнкрафттан выживание түсіріп деп ойлаймын. Енді өйстіп выживание түсіріп бастадым. Қазынан түзелеп болғанда келем. Достар, мен күрегім уже сынып қалды. Мынандай жер несие алдым, тек тас күрекпен. Мына жерде пещера бар екен, ана жерде басы. Және ана жерде үңгір бар тағы. Мына жерлерден бұлай тағы кішкене түзелеп, бұлай 10-ға 10 үй сала берсем болады деген ойдамын. Менде тас ондай көп емес, бірақ ағаштан салуға болады. Ағаштан салып жүру керек. Уже қараңғы батып баратыр себебі. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Жоқ, мынаны алып тастау керек. 2 орын қалдырамыз. Сосын 1, 2, 3, 4. Себебі мына жерде 2 орын қалдырғаным есік жасамақшымын. Есік жасау керек сол жерден. Уже түн батып кетті, мен жердің астына кетуден басқа амал жоқ, таңды күту керек. Зато кішкене не істей тұрамыз. Қалай айтсам болады. Тас добывать ете тұрамыз. Ойбайнан бақтырып жүрмін. Так, мынаны қояйық. Күрек жасап қояйық. Төменге түскенде жерді қазуға өте қажет. Болып кеттік. Күрек қайда? 12 қамбет. Болып. Так, кеттік енді жердің астына. Осы жерден жауып алу керек. Енді амал жоқ, таң атқанын күтеміз, достар. Таң атқан кезде, мен видеоны паузаға қоям, таң атқан кезде көрсеміз. Достар, міне таң атыпты, біз уже шай берейік. Жаңа ашып қарадым, таң атыпты. Маған тамақ табу керек. Бірден тамақ табу керек. Моқтар әлі кетпепті, бірақ та. Мынаны өлтіріп алайық, зато опыт бір жағынан. Және де паучина береді. Паучина бермейді, бірақ беру керек. Мына шошқаны ұрып өлтіріп, дайындап пісіріп алайық.
Так, бізде не жоқ? Бізде печка жоқ. Печка дайындайық. Так, печкаға жетеді. Печка жерге қойып, жаңағы ет. Сосын бір екі блок па жай қойсақ, қалған аласымыз. Ал мына үйді салуды жалғастыра берейік. Осылай салам, мына жерде. Мына жерге терезе қоям. Мына жерге терезе қоям. Ал мына жерлерді жаба берем. Өлбеңім. Артық қой жүрді. Так, үш дұрыс. Достар, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді, ойларын жазуды, және де подписация етіп, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен енді күнара немесе аптасына 3 рет сол күнара видео шығаруға тырысамын. Видео шығарамын деп ойлаймын сол. Әрине, сіздер лайк басып тіркеліп, жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатсаңыздар, әрине күніге видео шығаруға тырысамын. Күніге, не күнара. Так, ойбай, есік жасап қояйық. Мынандай есік шығады екен, жарайды. Бәрібір қандай есік болса да. Ойбай. Мынаның астыларын бірінші ауыстыру керек сияқты. Шөп қылмай. Астыларын не қойсақ болады? Жарайды, әзірше тұра берсін осылай. Соң бір кішкенеден кейін ауыстыратын боламыз. Бұл бірінші бөлім, достар. Так, полублок жасайық, полублок. Тоқта. Қалай еді полублок? Дұрыс, осылай. Жиырма төрт жетеді деген ойдамын. Жетпейді екен. Еш қалай 24 еш қалай да жетпейді. Бізге тағы бар ағашта болады жету керек. Айтпақшынан дайын болды, жеп алайық. Мына ағаштарды қолдана берейік. Болды, тойып алдық. Енді жасауға кірісейік. Так, 6 шықты. Полностью жасап. 54 тал шықты. Ойбай. Осы кетті. Так. Маған факел жасау керек. Бірінші бізге уголь керек. Мына жерде күн түсіп тұрса да енді кішкене түнде бәрібірде обязательно факел керек болады. Сандық жасау керек бізге, бірақ ағаш оған жете алмайсыз деген ойдамын. Енді біз ағаш жерден жинай берейік ақырындап. Бізге қазір көп ағаш жинау керек. Себебі біраз нәрсе жасаймыз қазір. Қазір мысалы үй салсам, келесі серияда егінмен, мал шаруашылығымен айналыссам болады. Қора жасаймын.
келесі серия бір 2 күннен кейін не кішкене 3 күннен кейін ба шығатын шығар. Егер де 30 лайк жинасаңыздар, бірден екінші серияны түсіремін да, бірден салам сол күні. 30 лайк жиналған күні видео шығарамын. Так, уже бір стактан көп жинап қойдық. Барып енді мынаның бәрін айландырып тастайық. Так, мынау болды. Бір угол бар. Неге қойып жатқаны. Енді бізге не қалды? Ойбай. Енді бізге стекло жасау керек. Бізге құм керек ол үшін. Мына жаққа кіріп шығамыз. Мына жерде не бар екен уж. Не өшеді мынау? Уголь. Көмір. Сөйтіп ақырындап жинай берейік. Достар, мен мына жердегі угольдің бәрін жинадым. Ар жаққа бармайын, себебі менде әлі факел жоқ. Факел жасағасын келесі серияда ақтаратын болармын. Қазір енді мына жерде ағаш неше түрлі түсіп жатыр. Не өшеді? Қалай еді? Саженс, иә. Осылар түсіп жатыр, осыларға ары бері отырғыза салайық. Келесі серияда жайнап шығып тұратындай. Неме ұшып кете береді, қайда-қайда. Ары отырса тезірек өседі. Қасында ешқандай блок ештеңке не істемеу керек, кедергі келтірмеу керек. Осылай отырғыза салайық. Әзірге. Ана жерден гүр бар, ана жерлерден гүр бар. Біз енді қазір құмды қайдан аларын білмей тұрмын, бір су бар жерге барамыз. Так, енді бізге факел жасау керек. Қайда ағаш? Веткалар қайда? Бағанадан бері алып келе жатқан веткалар. Тұр екен қайда? Тұр екен ғой. Екеуі екі бөлек, иә? Дұрыс, екеуі екі бөлек. Ойбай. Мен аяқта құм көп екен, осы жерден біраз жинап алу керек. Бізде құм жоқ, иә? Жоқ. Ойбай. Ұшып кетті ғой факел. Күрегімді алдым. Енді құм жинай берейік. Құм бізге керек болады қазбаны. Печкаға салып, стекло жасап аламыз, әйнек. Тақаңыздар. 33 жетеді деген ойдамын. Және де достар, келесі серияда балық аулауға келуге болады мына жаққа. Балық аулап қайтамыз. Барып, енді мынадан әйнек жасайық, стекло. Так, мынаны қосылайық. Енді бізге не? Бізге төсек жасау керек. Ержан, келесі серияда жасармыз. Үйді бітіріп алсақ болып бастысы. Мынау ергенше мен ағаш жинай беремін. Мынау стекло дайын болғанша. Қараңғыны батырмай кішкене ағаш жинай берейік кішкене. Достар, ағаш жинап болған кезде мен видеоны қайттан қосам. Достар, мен балтам сынып, мына стекло әзірге жетеді, мына жерлерді жауып қоюға. Әзірге осы стекло жетеді.
анастикоз сосын керек болар. Біз сандық жасап жіберіп, сандық жасамадық, бағанадан бері жүріп. Так, 1-2 сандық жетер. Жетіп қалар 2 сандық. Ойбай. 2 сандық жетіп қалар. Мына керек емес заттарды салып қойын. Жö бұлар тұра берсін, әзірге керек болып қалар. Достар, осымен мен осы выживание, Майнкрафттағы выживание дейтін рубриканың бірінші бөлімін аяқтаймын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. 30 лайк жиналғанда мен екінші бөлімді бірден шығарамын. Сондықтан да лайк басып, арнама тіркеліңіздер. Екінші бөлімді бірден шығарамын. Сау саламат, сау болыңыздар.